Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай, жұмсақ болып шығатын өте дәмді булочкаларды емдейтін боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге алдымен жылы сүт және тұз, қант және ерітілген сары май барлығын араластырып аламыз, және үстінен ашытқы, яғни дрожж араластырып, үстінен бір жұмыртқа араластырып аламыз. Ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады. Мінекей қолға жабыса бастаған кезде үстінен ұн сеуіп, қайтадан илейтін боламыз. Содан кейін бір ас қасық сұйық майды құйып, қамырды илейміз. Бетіне салфан жауып, бетін жауып қоямыз ашығанша 1 сағатқа. Мінекей қамырымыз ашыды. Енді осы қамырға ұн сеуіп, бөліктерге бөліп аламыз. Осылай барлығын тарасымен 80 грамнан қамырдың барлығын осылай өлшеп алдым. Қамыр кеуіп кетпес үшін пакет жауып қоямыз. Осылай ұн сеуіп қамырымызды жайып аламыз. Салмасына мен варенка саламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Шоколад, варенье, немесе торт салсаңыздар болады. Осылай кесіп, қамырды айқастырып, бетін жабамыз. Екі түрлі етіп түйдім, екіншісін осылай рогаликке етіп түйдім. Булочкаларымыз дайын болды. Осылай пергамент қағазын төсеп, бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін бетіне жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып, бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған духовкада қызарғанша пісіріп аламыз. Булочкаларымыз пісіп шықты. Қараңыздар, қандай жұмсақ болып шыққан, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздер мен өте дәмді тағамдардың және тәттілердің рецептісін салатын боламын. Назар салып көргендеріңізге рахмет.